Сәлем достар, сіздермен бірге Мадина. Біз бүгін өте дәмді болып шығатын, ерекше болып дайындалатын осындай печенье жасаймыз. Ол үшін алдымен менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Бізге керек заттар: қопсытқыш, тұз, шымшым, ванилин, айран, май, қант, жұмыртқа және ұн қажет. Ыдысымызға 2 жұмыртқамызды саламыз, үстіне тұзымыз бен ванилинді саламыз. Қант, айран, менде дүкеннің айраны, қопсытқыш, разрыхитель және май, күнбағыс майы. Жақсылап араластырамыз. Ұнның бәрін бірден салмаймыз, бөліп саламыз. Бір бөлігін салып, жақсылап араластырамыз. Мінекей үшінші бөлігі бұл. Қолымызбен жақсылап қамыр қылып илейміз. Біздің қамырымыз дайын, жұмсақ, өте әдемі қамыр болып шықты. Енді жая бастаймыз осылай. Мінекей жайылған қамырдың үстіне сары майды жағып шығамыз осылай. Үстіне біраз қант себеміз. Қалауыңызға қарай, көп сепсеңіз де болады, аз сепсеңіз де болады. Қанттың үстінен оқтаумен осылай жасаймыз. Қант қамырдың арасына жақсы сіңу үшін. Шетінен осылай кесе бастаймыз. Өзіңіздің қалауыңызға қарай 3 бұрыш, 4 бұрыш домалақ қылып кессеңіздер болады. Мен 3 бұрыштап кестім. Листтің үстіне пергамент қағазын төсеп, осылай орналастырамыз. Қызып тұрған пеште 15 минутқа пісіреміз. Мінекей біздің печеньеміз дайын. Қараңыздаршы, қып-қызыл, өте әдемі болып пісіп шықты. Асты да үсті де бір келкі қып-қызыл болып пісіп шықты. Қараңыздаршы, қандай керемет. Жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде үй жағдайында осылай сіздерде дайындап көріңіздер. Жақындарыңызға, балаларыңызға дайындап беріңіздер. Өте қолжетімді ингредиенттерден тұрады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.